Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы функция, график. Бүгін сіздер сабақта функция ұғымын меңгересіздер, функцияның берілу тәсілдерін үйренесіздер, функцияның анықталу облысы мен мәндер жиынын түсінесіздер. Біздің бүгінгі тақырыпта 3 анықтама берілген. Сол анықтамаларға тоқталып өтейік. X айнымалысының әрбір мәніне Y айнымалысының бір ғана мәні сәйкес болғанда Y айнымалысының X айнымалысына тәуелділігін біз функция деп атаймыз. Функцияның жазылуы мына түрде болады. Оқылуы Y-тен X-тен F деп оқылады. Берілген функцияда Y-тен 50X-те Y-іміз функция деп аталады, X-іміз аргумент деп белгілейміз. Бұл жерде Y тәуелді айнымалы, X тәуелсіз айнымалыға жатады. Осы кезде балалар сіздерге қосымша ақпарат бергім келіп тұр. Функция сөзі латынның функция сөзінен шыққан қазақша орындау, атқару дегенді білдіреді. Бұл ұғымды алғашқы рет неміс физигі, математик, ұлы ғалымы Вильгельм Лейбниц енгізген. Келесі анықтамаға тоқталса, тәуелсіз айнымалылар қабылдайтын барлық мәндер функцияның анықталу аймағы немесе анықталу облысын құрайды. Біз оны D әрпімен белгілейміз. Анықталу аймағын мына мысалдармен көруге болады. Y-тен 30X функциясының анықталу облысы табу үшін біз X-ке кез келген мәнді бере аламыз. Сондықтан біз минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін анықталу аймағы ретінде ала аламыз. Келесі берілген функцияда 120-ның X-ке қатынасында біз X-ті тең емес 0-ге деп аламыз. Сондықтан бұл жердегі анықталу облысы минус шексіздіктен 0-ге дейін, 0-ден плюс шексіздікке дейін болады. Үшінші анықтамамызға тоқталса, тәуелді айнымалылар қабылдайтын барлық мәндер функцияның мәндер жиыны деп аталады. Біз мұны E әрпімен белгілейміз. Y-тен 2X функциясының анықталу аймағы минус 1 кіші немесе тең X-тен, ол 3-тен кіші немесе тең болғанда функцияның мәндерін аймағын табайық. Санды теңсіздіктер қасиеттері бойынша біз мына төмендегі теңсіздіктерді аламыз. Бұл жерде мәндердің аймағы минус 2-ден 6-ға дейін деп аламыз. Бізде функция 2-ге бөлінеді. Өспелі. Ол D жиынындағы аргументтің үлкен мәніне, функцияның үлкен мәніне сәйкес болса, функция осы жиында өспелі функция деп аталады. Және екінші кемімелі функция болады. Ол D жиындағы аргументтің үлкен мәніне функцияның кіші мәні сәйкес болса, бұл функция осы жиында кемімелі деп аталады. Функцияның беру тәсілдері 3-ке бөлінеді. Соларды қарастырып көрейік. Бірінші формула арқылы беру тәсілі. Бұл жерде Y-тен KX плюс B формула түрінде беріледі. Біз осы жерде мән бере отырып шешіп табамыз. Екінші тәсілде кестемен беріледі. Біз кесте құрамыз. Кестеге X-тің мәндерін және Y-тің мәндерін таба отырып функцияның шешімін табамыз. Және соңғы үшінші тәсілде графикпен беру тәсілі. Бұл жерде біз берілген мәндер арқылы нүктелерді белгілей отырып, Декарттық координата сызу арқылы X-Y мәндерін белгілеп функцияның графигін саламыз. Осылайша функцияның шешімі шығады. Енді осы тақырып төңірегінде мынандай тапсырмаларды қарастырып көрейік. X-тен F функциясы 2x-5 де аргументтің мәні қандай болады? Демек, 2x-5-ті 3-ке теңестіріп,
2х минус 1-ді минус 1-ге теңестіріп, 2х минус 5-ті 0 мәнінде көрсек, және 2х минус 5 тең 0 деп алсақ, шешімдері қалай болатынын көрейік. Бірінші функцияда 2х-ті тауып аламыз. Ол жердегі х-ті мәнін тапсақ 4 шығады. Келесі функцияда 2х-тен 4 деп аламыз. Осы жерде таңбаларды ескеруді ұмытпаймыз. Солында х-тің мәні 2-ге тең болады. Үшінші функциямызда біз 2х-ті тең 5 деп ала отырып, х-тің мәні 2,5 тең болатынын көреміз. Мына мысалда 2х-тен 15 деп ала отырып, х-тің мәні 7,5 тең болғанын көреміз. Балалар, келесі тапсырманы сіздермен бірге отырып орындайық. Бұл жерде сәйкестендіру тесті. Сол жағында функциялар берілген, оң жағында функцияның мәнін орнына қоя отырып, шешімі шығарылған. Осы х-тің мәніне қойған кезде шешімі қандайға тең болатын тауып, біз сәйкестендіруіміз керек. Мен сіздерге сенемін, дұрыс шешімін таба алады деп ойлаймын. Бірінші функция х-тен f тең 2х минус 3. Бұл функцияның шешімі қайсы екен? Қане, көрейік. Сіздерде дұрыс шықты ма? Дұрыс шыққанына сенімдімін. Екінші функцияда, яғни х-тің f функциясы 5-тің х плюс 1-ге қатынасы шешімі қандай болды екен? Ол 1-ге тең екен. Келесі х-тің f функциясы 3х минус 3-те қай мәнде болады екен? Сіздер дұрыс таптыңыздар ма? Төртінші функцияны қарастырып көрсек, оның шешімі 0-ге тең болады екен. Балалар, сіздерде мына тапсырманың шешімі дұрыс шықты ма? Әрине дұрыс шықты деп ойлаймын. Ал егерде қателессеңіздер, қам жемеңіздер. Келесі жолы сәл дайындала отырып, дұрыс шешімі шығара аласыздар. Және оған сенемін. Енді бүгінгі функция графигінің тақырыбын қорытындылау негізінде сіздерге үйге шағын тапсырма бергім келіп отыр. Соған назар аударайық. Тапсырмаға көңіл бөлейік. f от x тең 2х минус 5 функциясының мәндерін x тең минус 2, минус 1, 0, 1 және 2 болғанда мәнін анықтаңдар. Бұл есепті шығару үшін алдыменен x-тің мәнін орнына қойып алып, f минус 2, f минус 1, f0, f1 және f2 деп жазып аламыз. Содан соң x-тің орнына берілген мәндерін функцияға қойып есептейміз. Түсіндіңіздер ме? Дегенмен бір мысалын қарастырып көрейік. Минус 2-ні функциядағы x-тің орнына қойсақ, 2 көбейтілген минус 2, минус 5 болады. Бұл жерде балалар таңбаға мән беруді ұмытпайық. Таңбаға көңіл бөлмесек, есептің шешімі қате шығады. Минус 2 көбейтілген 2 минус 4 болады. Минус 4, минус 5 таңбаларды ескерсек, минус 9 шығады. Балалар, үйге берілген тапсырма түсінікті ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы функция және функция графигі түсінікті болды деп ойлаймын. Және сіздермен бірге болған математика пәні мұғалімі Құндыз Жолдыбайқызы. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.